2023 жылдан бастап арнаулы салық режимдерін кімдер қолдана алмайды? 2023 жылы 1 қаңтардан бастап шағын бизнес субъектілері үшін арнаулы салық режимдерін қолдану бойынша шектеу мына қызмет түрлеріне қолданылады. Бірінші, маркетингтік қызметтер. Екінші, сауда базарын жалға беру. Үшінші қызмет түрі сауда базарларына жататын сауда объектілерін, сауда алаңы 500 шаршы метрден асатын стационарлық сауда объектілерін, сондай-ақ олардың аумағындағы сауда орындары мен қоғамдық тамақтану объектілерін қосалқы жалға, яғни субарендаға беру. Төртінші қызмет түрі екі және одан да көп салық төлеушілердің бір қонақ үйдің немесе жеке тұрған тұрғын емес ғимараттың аумағында қонақ үй қызметтерін жүзеге асыру. Дегенмен, сауда алаңы 500 шаршы метрден кем стационарлық сауда орындарын қосалқы жалға, яғни субарендаға беретін салық төлеушілер шағын бизнес субъектілерінің арнаулы салық режимдерін қолдана алады. Білу маңызды. Шектеулер енгізілген қызмет түрлерін жүзеге асыратын кәсіпкерлер 2023 жылдың 1 қаңтарынан бастап жалпыға бірдей белгіленген салық тәртібіне көшуі тиіс.